Қайырлы таң достар, бүгін біздің таңғы асымызға, таңғы асқа бізде жұмыртқа мен атланттық икрасы бар. Сосын мына аты қандай еді? Мынаның жасыл бір нәрсе, короче. Авокадо. И қаймақ. Сосын жұмыртқамен піспеген жұмыртқа. Осыны осылай дайындап аласыңдар. И бірінші икра, міндетті түрде бірінші икра жағу керек. Қасықпен жағасыңдар, қолмен жағу болмайды. И авокадоны тоже қасықпен жағу керек. Вилкамен анау-мынау деп не істеуге болмайды. Қаймақты осындай қасықпен. Негізінде әр ненің өз қасығы болу керек. Керемет емес. Ал енді астарың дәмді болсын. Одан кейін міндетті түрде су ішу керек. Судың өзі өте дәмді болып тұр. Осындай таңғы астан кейін бір 10 километр жүгіріп келу керек. Жүгіруге кеттік бе? Кеттік, поехали, let's go. Ұнаса лүпіл басып, пікірлеріңізді жазып қойыңыздар. Біз ары-қарата қандай тамақ пісіретінімізді пікірге жазып жіберсеңдер, күнде соны пісіретін болам. Кеттік онда.